Саламатсыздар ма, құрметті замандастар, ардақты ағайын, әдебиет сүйер қауым. Өздеріңіз жақсы білетіндей, биыл белгілі қоғам қайраткері, жазушы, драматург, көсем сөздің құлагері атанған Оралхан Бөкейдің туғанына 80 жыл. Аталмыш мерейтой қарсаңында өнерге өлерде-ақ ғашық едім атты буктрейлер байқауы ұйымдастырылған болатын. Аталмыш байқауға қағылез жазушының жүрегінен туған қазақ әдебиетіндегі орны бөлек, шоқтығы биік, әдебиетші қауым мен сыншылардың жоғары бағасына ие болған Атау Келе повесін ұсынғалы отырмын. Атау Келе повесі адамзат баласының ұлы мұратын, даму заңдылықтары мен проблемаларын айқын көрсетеді. Табиғат ана, өзінше алып күш және өзінше бөлек әлем. Біз сол табиғат аясында өмір сүріп жатқанымызбен оның өз даму жолы, гармониясы бар екендігін біле бермейміз. Оралхан Бөкей өзінің повесінде осы дүниені адамзат санасына жеткізгісі келеді. Повестің негізгі кейіпкерлері үшеу-ақ: Таған, Ерік, Айна. Үшеуі де замандас. Ерік пен Айна ерлі-зайыпты тұлғалар. Тау басында Ерік, Айна және Еріктің анасы Нұрке кемпір үшеуі омарта ұстап ара бағады. Нұрке кемпірдің ұлты орыс болғанмен ұстанатын діні мұсылман. Ал Таған болса Еріктің ауылдасы, бір мектепті бітірген құрдасы. Повестегі оқиға желісі осы 3-4 адамның арасында өрбігенмен, автор адамзатты жарға жығар, үлкен қасіреттерге бастайтын мәселелерді оқырман алдына қояды. Шығармаға арқау болған негізгі тақырып тура жүріп тура сөйлейтін, әкесі хандауырдың қанына татпаған, жұртқа жұғымы жоқ, тек дүниені, мал мүлікті ғана ойлайтын Еріктің ашкөзділігі мен дүние қоңыздығы, тойымсыздығы болатын. Міне осы қасиеті арқасында қоғамдағы әділетсіздікке шыдамай араққа салынып, ащы сумен көңілін жұбататын Тағанды ашсам алақанымда, жұмсам жұдырығымда ұстаймын деген қара ниетін жүзеге асыруға да тырысып бағады. Шығарманың шешімінде автор өзінің шеберлігін асырып, қоғамнан, шынайы өмірден теперіш көрген Айна мен Тағанның басын қосу арқылы шығармаға үлкен трагедиялық сипат әкеледі. Ал Нұрке әжейдің өзінің ақылына құлақ аспайтын санасыз ұлының бағып жүрген қауіпті бодан ағаларының талап шағуынан қаза табуы, немесе Алланың қаһарына ұшыраған Еріктің өзі көзі тірісінде дүниеге, байлыққа тоймайтынындай, ұдайы балға тоймайтын өзі бағып жүрген ағалардың біріне айналуы шығарманың мифологиялық тұрғыдан өзгеріс табуын көрсетеді. Өзеннің арғы бетіндегі Айна мен Тағанға жетуге асыққан Ерік қыздың иығына қонған сәтте сұлу қамшысымен бір салып, оның жанын үзеді. Оның түбіне жеткен өзінің ашкөздігі мен тойымсыздығы болатын. Мінекей, құрметті оқырман қауым, бүгінгі Оралхан Бөкейдің Атау Келе повесінің мазмұнын насихаттауымыз осымен тәмам. Әрдайым кітап оқып жүрейік, қадірлі замандастар.